Бүгін осындай порционный салат жасаймыз. Ол үшін лавашты екіге бөліп, видеода көрсетілгендей трубочкаға ораймыз. Және де ағаш таяқшаның көмегімен осылай түйреп шығамыз. Барлығын майонезбен жағып, кунжутқа аунатамыз. Қара немесе ақшыл кунжутты пайдалануға болады. Енді пешті 200 градуста қыздырып, 5-10 минуттай осы лавашты ұстаймыз. Бізде қызарып шығуы керек. Бөлек ыдыста салат жасаймыз. Ол үшін піскен жұмыртқа, сәбіз, картоп, балғын қияр барлығын кубиктап турап шығамыз. Дәміне қарай тұз және де майонез қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын болған салатымызды осы лаваштағы трубочкаларға салып шығамыз және де барлығын жүгеріге аунатамыз. Майонезді кондитерлік қапшыққа салып, айналасын осылай безендіріп шықтым. Яғни укропқа, ақжелкенге безендірдім. Керемет дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.